Достар, бәріне сәлем. Мен сендермен бірге Темірлан. Мен бүгін өзімнің жаңа сатылған ноутбугыма обзор жасағым келіп тұр. Бұл ноутбуктың аты Lenovo IdeaPad 330S. Бұл ноутбук жаңа шыққан. Оның алдыңғы ноутбугі ол IdeaPad 330 болған. Оның корпусы біріншіден пластиктан болды. Екіншіден оның производительності өте аз болды. А менің ноутбугым корпусы толықтай алюминийден жасалған. Және де мен производительності өте жоғары. Бұның характеристикасына назар аударсақ, бұл жерде корпусының размері 19x4 мм. Сосын бұл жерде Core i5 8-ші поколение, видеокартасы GeForce GTX 1050, сосын 8 ГБ оперативной памяти, сосын 1 терабайт памяти. Бұл жерде мен бұл ноутбукты монтажбен ойнауға алдым. Бұл ноутбук соған өте сәйкес келіп тұр. Бұл ноутбуктың мынандай характеристикаларымен ол экран ноутбуктарымен бірдей болады. Бірақ бір несі бар, бұл жерде SSD жоқ. Сосын енді уақыт өте келе бір 12 айдан кейін, пока мен гарантия өткенше 12 айдан кейін гарантия өткен соң, мен бұл жерге SSD қоямын. 128 ГБ-ға шығар. Сосын бұл ноутбук ойындармен монтажға арналған. Бұл жерде мынандай Metro Exodus-ты тартады. Өздерінің экран алдарында көріп тұрғандарындай, бұл жерде спокойно видеоның түгел разрешениесі Full HD және де түгел параметрлары стандартта тұр. Сосын GTA 5-та тартады, міне көріп тұрсыңдар. Бұл жерде де түгел характеристика, түгел стандартта тұр, в общем, настройка бойынша. Енді бұл ноутбуктың экран разрешениесіне өте кетсек, бұл жерде экран біріншіден рамкалар өте жіңішке, өте жіп-жіңішке, өте әдемі. Сосын бұл жерде бұл экраны толықтай ашылады. Экранның бір жақсы, экранның яркості жақсы, көзді ауыртпайды, көп отырсам да ауыртпайды. Сосын енді производительності. Енді бұл жерде мен сатып алғанда Қарағандыда сатып алғым келгенде Қарағандыда болған жоқ. Сондықтан мен оны Алматыдан заказ бердім. Алматыдан 10 күн ішінде келді. Сосын келген соң мен алдымда бұл жерде Windows установленный болған жоқ. Мен досым барында, досым ағасы маған Windows жазып берді. Бірақ ол Windows-ты, то есть олар маған предлагать еткен 60 мың теңгеге. Ал Windows-ты спокойно пираткасын жаза беруге болады. Сосын енді бір жаманы сол сұлпақтың адамдары олар өтірік алдайды, типа сатып алсыңдар ноутбук, сол кезде Windows пиратка жазуға болмайды дейді. Типа гарантиясы ұшып кетеді, түгел сындырып тастайды деген сияқты. Сенбеңдер оларға, сендер ақша алып тұрып, алғылары келіп тұр. Мен просто алдым, керек емес дедім де, сосын установить етті, түгел нормально істеп тұр. Ал оның пломбасы ұшады, егер сендер, мысалы менде SSD карта жоқ қой. SSD карта істеген келсе, мына болттарды шешем ғой. Сол кезде мына жерде бір андай пломба сияқты болады, сол шығып кеткенде, сол кезде бірақ гарантиясы ұшады. Оған дейін гарантиясы толықтай сақталып тұр. Ал енді бұл ноутбук кімге керек десеңдер, мысалы мен сияқты адамдарға керек. Мен жиі басқа қалаға барып тұрамын, жазда басқа қалаға барамын, оқуға барамын кейде. Бұл ноутбук жеп-жеңіл, салмағы 1 кг 800 грамм ғана. Сондықтан да сумкаға салып, спокойно алып кете беремін. Сосын бұл ноутбукты жиі басқа жаққа шығатын, монтажға керек, ойын ойнайтын адамдарға керек. Ал егерде сендердің просто үйде өздерін ойын ойнап, кішкене монтировать етіп, ешқайда апаруға керек емес болса, мектепте оқысаңдар, сендерге 250 мың теңгеге мықты бір игровой ойын ойнайтын компьютер жинауға болады. Ол жерде уже намного лучше характеристикалар болады. Енді несін айтсам болады? Минустары. Ең жаңа минустардың бірі ол бұл ноутбук қыс кетеді. Бұда бір вентилятор бар, бірақ ол походу недостаточно воздух әкелмейді.
ойнаймын, мысалы GTA ойнап отырамын да, сосын ноутбук қызғанда GTA кішкене бүйтіп лагать ете бастайды. Сосын оны шығарамын да, перезагрузка істеп тағы кіру керек болады. Ал басқа ойындарда, мысалы мен CSGO ойнаймын, еще сосын Metro Exodus ойнаймын. Метроны вообще тартады, ол ауыр ойын болса да, спокойно тарта береді. Ал Counter-Strike'ті тоже почти на максималках тартуға болады. Максимальный режим настройкалармен. Бұл ноутбуктың дизайны көрсек, игровой ноутбук болып саналса, бұның дизайны өте керемет болады, қараңдар. Бұған дейін алдыңғы ноутбукта мына жерінде Lenovo деген жазу болған. Қазір бұл ноутбукта Lenovo деген жазу жоқ. Бұл ноутбукта мына жерінде көрінбейтін жазумен Lenovo деп тұр. Бұл өте керемет. Сосын артында кете болсақ, жай крышка, асты пластикқа ұқсайды. Бірақ білмеймін толығын. Ал енді дауысына көрсек, дауысы өте керемет. То есть бұда Dolby Audio деген система тұр. Жақсы түгін тартады, спокойно. Дауысының качествосы, даусының громкості өте жоғары деңгейде. Бұл ноутбук өз ақшасын 100% тұрады деп ойлаймын. Өйткені мынандай характеристикамен, сендер мынандай әдемі дизайнмен, мынандай, то есть компактный достаточно ноутбукта осындай 200 000 теңге табу өте қиын. Қазір сендер білетін игровой ноутбуктар бар, осындай характеристикамен мен танысым бар. Сол дөй уродливый, то есть әдемі емес. Ол бірақ 300 000 теңге тұрады. Ана всего лишь 250 000 теңге тұрады. 20 000 теңге арзан, еще мынандай характеристикамен бұл өте жақсы. Мен осындай бірінші обзорын көргендеріне рахмет. Егерде тағы обзор қаласын. Енді активность жақсы болса, мен тағы бір-екі обзор түсіре шығармын. Сондықтан егерде ұнаса лайк басып, комментарий жазып, маған жазылып кетіңдер. Назарларыңа рахмет. Келесі видеода көріскенше.